Не отырыз? Ордабасы биылғы жылы кішкене жаңағы чемпион болғаннан кейінгі жылымыз кішкене сәтсіздеу болды. Чемпиондықты ақталамады ма? Чемпиондықты ақтады ғой. Биыл Шымкент футбольный қала болмады. Жанкүйерлерді кішкене жоғалтып алдық. Ордабасы командасы арада білесің ғой, Александр Сергейұлын жіберіп орнына аттерлетіп Кекер мырзаны алдырдық. Сол сәттерде кішкене жанкүйерлер Ордабасы командасына сенімсіздік танытты ма, стадионымыз толмады биылдыққа. Толған ойындар болды арасында. Бірақ 70% стадион толған жоқ. Ордабасы жалпы биыл Евро кубоктерде сенімді ақтамады. Чемпиондыққа бізде өте мықты мүмкіншілік болды сақтап қалуға. Оны да сақтай алмады. Оның бәрі Кеккердің кесірі деп ойлаймын мен. Тренердің кесірі дейсіз ғой? Иә, бапкердің кесірі. Өйткені Александр Сергейұлы бізге қандай запаспен, былайша айтқанда, қазақша айтқанда, бір-екі ойынымыз бар еді. Сонда да бірінші орында тұрған еді. Бірінші орында тұрған едік. Мынау кім келді де, жаңағы Кеккер келді де, бәрін тасталған шығарды ғой. Бәрі барып тренерге тақалады ғой. Енді менімше тренерге тақалады, өйткені анау Кучманның ойында жақсы еді ғой. Енді ол жерде Сидневті негізі сезонның соңына дейін, маусымның соңына дейін қалдыру керек деп ойлаймын да өзім. Мейлі Еврокубоктан шығып қалдық. Бірақ енді чемпионатта бірінші орында келе жатырмыз ғой. Еще алдағы ойындарымыз бар. Сол ойындармен бұзып қойды дейсіз ғой. Жоқ, мысалы, көп енді Европамен теңестіреміз ғой. Европаның көп жаңа тренер келгеннен кейін, жаңа қан жүгіргеннен кейін, сәл команда бір-екі ойын зор ойнап кетеді, өзін көрсетіп, тренер, келген тренерлер өзін көрсеткісі келеді ғой. Андай ойын мықты қылып. Ал бұл қазір наоборот болып кетті ма? Иә, ол жерде енді мотивация ғой. Келген әр тренер, енді тренер деген психолог қой, былайша айтқанда, команданы алға жетелейді. Бұл жерде бір ғана тренерге байланысты емес шығар. Мысалы бізде легионерлеріміз, жаңағы алған легионерлерімізде көңілден шықпады. Алған легионерлерді көбінесе қосалқы құрамда сақтады. Одан кейін өзіміздің былайша айтқанда жұлдыздарымыз Исламхан мен Тағабергеннің биыл сәттілік жолдас болмады. Иә, тепкен доптары кірмеді. Биыл олардың деңгейі төмендеді. Одан кейін команда сондай сәтсіздікке ұшырады деп ойлаймын мен. Шабуылшыларымыз әсіресе жақсы ойын көрсете алмады. Беседин, Садовский мысалға. Садовский алдыңғы жылдары жақсы алғары сүйреп жүрген жігіт еді. Биыл артқа кетіп қалды. Биыл Макаренко да мысалы бабында болмады ғой. Макаренко да бабында болмады. Орталық жартылай қорғаушылар. Мен былай айтарым, биылғы жылдың мен үшін ең сәтсіз жаңағы қалай айтады өзі? Моменті ма? Жоқ, сәтсіз ойыншы мен үшін Шайзада деп ойлаймын. Өйткені Шайзада биыл өте сәтсіз ойнады. Енді пенальтиден құтқарып қалған. Енді ол құтқарып қалған, енді бір сәттілік жолдас болған шығар. Бірақ негізгі білесіздер ғой, Шайзада соңғы ойындарда өзінің орнын беріп қойды ғой Игнатьевичке. Игнатьевич мысалы биылғы бізге жаңа келісімшарт аяқталды, кетіп қалды. Енді жаңадан келген мынау Андрей Мартин мырзаға енді келесі жылға құрамды жасақтайтын кезде бір жақсы қақпашы керек деп ойлаймын. Жоқ, мысалы қараңда, ойыншыларда болу керек қой, білбеу мотивация деген нәрсе андай. Біз бірінші орынға кетіп бара жатырмыз, жігіттер, давай биылды ұстайық чемпионатта, тағы ойын запас бар деген сияқты еле. Енді анау басшылық ауысып кетті ғой көктемде. Қателеспесем, май айында ауысып кетті. Содан кейін уже артқа шегінді ма? Сиднев мырза мен ойыншылардың арасында бір кикілжің болып кетті ма? Футболшылар кей ойындарды кәдімгі ойнамай қойған сияқты болып көрінді. Ішкі атмосфера дұрыс болмады ғой. Ішкі атмосфера дұрыс болмады, сол бұзылып кетті ма? Бірақ енді сонда да Сиднев мырза чемпионатымызда бірінші орында келе жатыр. Андай ғой, кухняда ет жетіспей қалды ма? Дегенмен бірақ Александр Сергейұлына біз әлі зар болмасақ болған. Мен оны бұрында да айтқам. Өткенде нелерімде де айттым, өткенде Кекер мырзаға ренжіген кезімде де айттым.
Александр Сергейұлы Ситнев команданы мысалы жақсы жасақтады ғой, енді келген жылы кубокты алды, үйтті, бүйтті. Биылғы жылы меніңше жылдың маусымның аяғына шейін ұстағанда мүмкін чемпиондықты алып қалуға болар еді. Команда өте жақсы. Мысалы үшін мынау қазақстандық футбол эксперттерінің бәрі Ордабасын чемпион болады деп ойлады ғой. Бірінші орын. Бірінші орында тұрды. Қосымша ойындарымыз болды ойналмаған. Барып Қайсарға ұтылды, барып өзіміздің үйде жаңағы жеңіске ұтылды деген сияқты. Бір ойынды көресің. 4-ші орынды әрең алдық қой. Үйті Қайсарға рахмет айтуымыз керек біз. Қайсар Тобылды жеңіп берді ғой. Ал егер Тобыл сол кезде Қайсарды жеңіп кеткенде біз мүлдем Еврокубоксыз қалар едік. Биыл шансы бар. Енді Еврокубокты енді лига конференцияда бастаймыз ғой келесі жылы, Алла қаласа. Енді бірақ биылғы Ордабасының күйін енді басқа командаларға бермесін деп айтар едім. Өйткені Ордабасы биыл чемпион болып, жаңағы барлығы қарыздарын жауып бастады, бәріміз жаңағы күттік Ордабасыдан Еврокубоктерде жоқ дегенде мына конференция лигасының топтық кезеңіне шығады деген ой болды ғой. Енді көріп отырсыздар ғой, енді жаңағы ішкі атмосфера дұрыс болмады, ішкі жаңағы асханамыз дұрыс болмады. Сондай жағдайлар Ордабасының мына жанкүйерлердің алдындағы өзінің сенімін жоғалта бастады, және биыл стадионымыз босап қалды ғой. Жартылай босап қалды. Енді Құдай қаласа жаңа сезон басталады, жаңа маусым. Жаңа маусымға не деп жатыр Ордабасы? Жаңа маусымда енді бастап бірінші бапкер қол қою болды, келісімшартқа отырып алды. Петрокубтың Андрей Мартин бапкерін алды, молдовалық. Енді сол кісі жасақтайды енді команданы, сол кісінің айтуы бойынша болып жүр, бірақ енді Ордабасының биыл бюджеті былтырғыдай болмайды деп жатыр. Мүмкін спонсорлар тартатын шығар. Азая ма? Азайтады дейді. Едәуір қысқарады, былтырғыдай бюджет бөлмейміз деп отыр. Ондай 80% ақшасы Ордабасы кетеді екен ғой, спортқа бөлініп жатқан ақшаның. Шымкенттің спортқа 84% ма 85%. Сондай пайыз. Сіз не дейсіз? Биыл енді сенім бар ма? Енді Ордабасы командасы мынау кім жаңағы өзімізді кезінде жарыстан шығарып тастаған Петрокубтың жаңағы бапкерін алып келді ғой, Александр Мартин еді ме? Андрей Мартин мырзаны. Енді Андрей Мартин мырзаның мысалы Еврокубоктегі жолын қарасаңыз, 2 ойында ғана тең ойнаған, бар жоғы бір 4 гол соққан, қалған ойынның бәрінде ұтылған. 36 команда ма лига конференцияда, соның ең соңғы орын алған. Енді білмеймін мен, бұл енді қандай ойман алып келген бұл бапкердің. Молдова елі де өзі біздің Қазақстан сияқты. Бұл енді футболын бір футболы бізден аз төмен шығар олардың. Футболын деңгейі төмен бізден. Иә, бізден енді қара молдовалық бапкер алып келді. Мен енді ақыр бюджетіміз қысқарып жатыр. Бізде енді келесі жылға чемпиондыққа таласамыз деп Ордабасы командасының басшысы Асхат Сейсенбек мырза айтып жатыр, бірақ егер де чемпиондыққа таласпай бір 5-тікке деген сияқты мақсат қойылатын болса, осы мысалы 25 мың ақш долларын алады екен. 25 мың ақш доллары деген шамамен 12 миллион теңгенің үстінде. Бұны анау Ермұхамед Мәуленнің каналында жазылды бұл мәселе. Енді бірақ анық мен білмеймін. Сол 12 миллион теңгелік бапкеріміз не бітіреді деген ойға. Мен енді бұның орнына может қазақстандық бапкерлерге сеніп тапсырып команданы беріп көруге болар ме деп ойлаймын. Мен ойлаймын, Қазақстанның бапкерлерін неге келмейді деген сияқты ой, андай арттары ашылып қала ма деген нәрседен қорқып шетелдігін әкеледі, мысалы, шетелдік. Ол ештеңені білмейді, Қазақстан не болып жатыр, не бар, не жоқ екен. Оған айтады, мені осы ақшаң, мен істеп берсең, болды. Ішке араласпайсың деп, мысалы. Ішке асханаға ма? Иә, араласпайсың. Ал Қазақстанның тренерлері біледі ішке асхана қандай болып жатқанын, қай жерде ет бар, қай жерде май бар, бәрін біледі. Ал ол келеді ештеңені білмейді, болды, қасына әкеліп берген нәрсені. Осы жерде бір сенің сөзіңе бір не қоса кетейін. Мен мына Шымкент қаламыздың басшысы
Қабит Әбдімәжітұлы мырза, бұл енді жаңағы жалпы коррупция дегенге өте қарсы. Бұл енді жаңағы Ордабасы командасында да сондай жүйе қалыптастырып жатыр деп ойлаймын. Енді Ордабасы командасының мынау балалар футболына, академиясына жалпы жақсы көңіл бөліп жатқанын білесің. Менімше ондай құйтырқы әрекеттерге бармау керек. Ордабасы командасының стадионы, мына Қажымұқан Мұхамедбасов стадионын өткенде LED экранын ауыстырдық деп жатыр, және анау баннер жаңағы электронный жарнама жасайтын электронный жаңағы таблолар бәрін қойын деп көрсетті, жатыр. көрдім мен де. Просто менің ашуым келетіні, анау қазақтың сөзі бар да, жаудан кейін қылышыңды алып боққа шап дейді. Олар сезон аяқталған кезде әке LED-ті ауыстырдық дейді, анау дейді, мынау дейді. Соны чемпион болған команда соны көктемге ауыстырып дайындап қою керек еді. Өйткені біз чемпионбыз. Соңғы ойындарда, мен енді Ордабасының барлық ойынына қатысам ғой, соңғы ойындарда біздің анау газонымызды көрсең, аянышты халде жылағың келеді. Өте енді көктемнен бастап, осы келер жылы қаңтар айынан бастап деді. Газонды осы қаңтар айынан бастап ауыстырамыз дейді. Енді келер жылы алғашқы турларды мүмкін Ордабасы өзінің алаңында ойнамауы мүмкін деп отыр да. Мынау биікте Намыс деген стадион бар, 3,5 мыңдай адам сияды. Соны енді екінші жағына да қазір трибуна қойып отыр екен. Мүмкін сол жақта ойнауымыз жылдың басында, сол жақта ойнауымыз мүмкін. Ал енді мынау жасалып жатқан жұмыстары, жаңағы Ордабасының жаңағы алаңның шөбін ауыстыру, жаңағы электронды таблоларды ауыстыру, бұл енді жақсы жағына қарай. Және жанкүйерлерге де сондай бір жақсы жаңағы жағдай жасаса деймін. Мен биыл Ордабасы командасының жанашыр ретінде халықтың атынан мен Шымкент қаласының әкіміне хат жаздым. Осы билеттің бағасын баяғысы бұрынғы бағаға түсіру жөнінде Ордабасы командасының жанкүйерлері азайып кеткені бізде Шымкентте білесің, негізінен студенттер, жалпы біздің оңтүстік өңірдің табысы аз ғой. Енді 500 теңге, 1000 теңгеге өсіп кетті. Мысалы, біз отыратын орындар 1,5 мың теңгеге шейін көтеріліп кетті да. Енді сол студентке 1000 теңге, 500 теңгенің өзі ақша. Сол себепті мен хат жазғанымда, мен хатыма олар осындай Ордабасы командасы жаңағы Қажымұқан Мұхамедбасов стадионы мемлекеттен қаражат алмайды. Жаңағы жанкүйерлердің ақшасына өзінің күнін өзі көреді, біз билеттің бағасын түсіре алмаймыз деп жауап берді олар. Ал енді келер жылға сол билеттің бағасы сөйтіп сақталып қалатыны, ол бәрі өзі яқсын нәрсе ғой енді, өйткені экрандарын ауыстырып жатыр, бүйтіп жатыр. Бірақ енді Ордабасы командасы келер жылы бір қатты үміттеніп отқан жоқпын. Бір чемпиондыққа таласады деп өзім ойламаймын. Мүмкін сол 5-тіктің ішінде жүруі мүмкін. Өйткені кешегі қанша 9 ойыншымыз кетті ма? 9 ойыншымыз кетті. Мен бірақ келесі жылға үмітім күшті болып тұр. Келесі жылы анау жаңағы Андрей Мартин мырза аз бюджетпен Петрокубты конференция лигасына шығарып жіберді ғой. Мейлі лига чемпиондыққа шыға алмаса да конференция лигасына, Еврокубокқа соқсап, Еврокубокқа шықсақ, соның өзі біздің Ордабасыға жетістік. Ол білесің ғой, 4-ші орын алғанбыз біз ғой, ең басынан бастаймыз ол конференция лигасын. Бізді алдымызда осындай өзіміз сияқты елдердің чемпиондары кездеседі, одашы. Енді мүмкін, енді бәрі мүмкін, бірақ енді Ордабасының бюджеті азаяды, Қазақстанда бюджет азайса команда әлсірейді. Өткенде көрдіңіздер, академияның футболшыларын Ордабасыға алып жатыр. Уже мынау енді легионерлер, сапалы легионер келмесе, мынау мысалы үшін біздің жаңағы Ғапуржан Сүйінбаев, жаңағы Еркебұлан Тұңғышбаев деген ойыншыларымыз уже кішкене жаңағы ойын несі маған жаңағы сапасын төмендетіп алған сияқты да. Бізде енді жақсы ойыншылар мына Сағадат Тұрсынбай келесі жылға келісімшартты ұзартыпты. Ол жақсы қорғаушы, негізі биыл жақсы ашылып келіп жатыр еді, анау жарақат алып қалды ғой. Одан кейін жаңағы Астанов, мысалы Становтың сборныйдағы ойындарын көрсеңіз, өте сәтсіз ойнады, бірақ Ордабасыда жақсы ойнап жүр. Жоқ, ұлттық құрамада да Становтың ойындары жақсы болды, кейбір ойындары өте мықты болды. Астанов биыл негізі регионалдан алып қойды ғой, былайша айтқан кезде. Регионалдан алып қойды өзінің еңбегімен. Айтпақшы, жаңа стадион не болып жатыр?
Стадионның жөнінде мен стадионнан мердігер ауысты деп естідім. Соңғы мендегі бар ақпарат бойынша бас мердігерді ауыстырған, одан кейін жаңағы жерді өкіп жасау жұмыстары ұзаққа созылған, бірақ стадион салынып жатыр деді. Мен ол жөнінде де әкімге хат жазған болатын. Жауап берді ма? Жауап берді. Осындай стадион жасалынып жатыр дедім, бірақ шынымды айтайын, барып көрген жоқпын. Соң анда ешқандай иіс шығып жатқан жоқ қой деймін да, стадион бүйтіп там салынып жатыр деген нәрсе. Астындағы бетондары құйылып жатыр деп естіп жатырмыз ғой. Шығу керек қой негізі андай, мен әлі сеніп жатқан жоқпын андай. Енді баратын адам жоқ қой жақында. Қызылордада емес, иә? Қызылорданың стадионы мысалы салынып жатыр ғой. Андай TikTokқа шығып қалады, интернетке шығып қалып көресің, мен салынып жатқан екен деген сияқты ғой. Біздікі вообще тышына ғой. Шаң шықпай жатыр ғой, хотя бы. Жердің астынан көтеріліп сосын барып. Енді солай деп айтылды, мердігерді ауыстырдық деді, және жаңағы жерді жаңағыдай мемлекет мұқтаждығына жерді алуда кішкене білесің, сот болады, жердің егелерімен келісім берген баға келіспейді, ол сотқа береді, ол апелляцияға береді деген сияқты сондай созылып кетті деп айтылып жатыр енді. Шымкентте шешілмейтін мәселе жоқ дейсің ғой. Сол шешіп тастайды ғой негізі. Ақшаға барып тіреледі ғой, мысалы үйін сатпай жатқан адаммен осынша ақша бере сал, учаскеңді, давай біз стадион құрамыз деген. Соған барып бәрі ақшаға барып тақалады, соны тыңғылдатып беріп тастаса болды ғой, дайын болады. Бұл 2 жылда бітеді деген нәрсеге мен вообще сеніп жатқан жоқпын. Бізде жоқ шешілмейтін проблема десе. 2 жылға мысалы 35 мыңдық стадион бітеді деген нәрсеге. Бұны енді президентіміз айтылған дейді ғой, мысалы президентіміз бітіріңдер десе бітіреді. Мысалы ана бізде ол Шымкент Ситида не салды анау конгресс холл, соны президент айтқан салыңдар деп. Салып бітірді. Енді бұны да президент айтқан деп айтып жатыр ғой енді. Президенттің тапсырмасы деп. Тапсырмасы болса ғана Тікелей тапсырмасы болып тұр. Ақтөбеге де тоже солайынан жасаған. Тікелей тапсырма беріп стадион салды. Бізде енді ол стадион салынса, ұлттық құраманың ойындары сояқта өтсе керек негізі. 35 мың стадион жаңа заманауи арена салынса, конечно, ұлттық құрама ойындары, даже конференция лигасының жартылай финалдарын. Бірақ бұл қаланың ішінен ояққа бару вообще проблема ғой. Автобус қатынай ма ояққа? Мен білмейді екенмін оны. Енді салынып бітсе, бәрін жақындатады ғой енді, о жаққа қол жетімді қылады ғой. Бірінші салып. Бірақ дегенмен локациясы өте ұзақ қой. Ұзақ. Мысалы Шымкенттің мына басы, мына жақта. Хотя бы андай метро болса да бүйтіп бара салатын. Көп қалаларда байқасаңыз, қаланың сыртында барлығы, көбісінде жаңа салынған стадиондар, көбісі қаланың сыртында. Мен Баварияның стадионына барғанда, андай конечный станция сояқта стадионға келеді, болды. Қаланың сыртында, иә. Жарты сағатта барасың метромен. Жоқ, енді бәрі сондай ғой, мысалы, мынау жаңағы қандай еді мынау Спартактың стадионы. Ол да сондай, одан кейін Зениттің жаңағы Зенит арена ме да? Газпром арена. Қаланың ортасында болса пробка болмайды да, сыртында жақсы. Бірақ ол сырттың сыртында да анау стадион. Енді может қала сол жаққа қарай көшіп жатыр ғой, сол жаққа қарай өсіп жатыр. Мысалы биыл 91 үйді пайдалануға берілді деп жатыр. 91 үй дегенің есептей бір жерде қанша мың адам тұрады ол. 91 9 қабатты үйді есептей беріңіз. Қанша мың адам. Енді сол жаққа қарай қала өсіп бара жатыр. Енді мына жақтан біз сияқты өзіміздің ескі жанкүйерлер барамыз. Сөйтіп толтырамыз ғой. Егер жаңа стадион болатын болса, жаңағы барады дейсіз. Иә, жағдай жасалса толады. Бізді мынау жаңағы жағдайымыз жасалып отқан жоқ қой, мына жерде білесің, дәретханасының түрі анау, кіре берісі мынау кіріп қолыңа пешат басып береді, ол пешат үстіңе жұғады. Мен бастырмаймын, баспа депші. Енді бір өздеріне бір салт, бір өздерінше бір нәрсе ойлап тауып алған, бір велосипед ойлап тапқандай. Ал Астанада ондай емес, мысалы Астанада сырттан бастап жаңағы кіресің, одан кейін қалаған өзің секторыңа бара бересің. Бізде әр сектордың түбінде тұрып алады. Кіргізбейді. Ол кіргізбейтін болса, неге сатқызады баклажка деген нәрселерді? Онда сатқызбау керек. Жабайы сауда бізде. Астана аренаның қасында мысалы ондай жабайы саудалар жоқ. Ішінде кіресің, өзінің ішінде жаңағы әр
фастфуды бар, басқасы бар, жаңағы бір рет қолданатын стақанмен суын құйып береді, бүйтеді, бүйтеді. Ал бізде енді ондай жағдай жасалмаған ғой. Бізге жабайы сауда айналасында мусор болып кетеді. Осы стадионның сыртты тастап, бәрі суларын тастап. газет алып барамыз. Мысалы, Мақұл, мен ананы көрдім. Ана төбесі ашық қой. Екеуі пиво ұстап алған. Анау төбеде қарап тұр. Полторашка пиваны лақтырып жатыр ғой төбеге қарай. Қарап тұрып, анау ұстамай жатыр бейшара. Түсіп қойды қолынан. Ұстайын десе, қайтып түседі жерге. Сөйтіп алып отыр ғой бәрі. Кіргіземін дейтін адамдар кіргізіп жатыр ғой ішке. енді не керек айтып биылғы Ордабасы командасының жалпы былтырғы ғаламат сезонынан кейін биылғы сезоны кішкене көңілді түсірді ғой. Былтырғы сезон не деген ғаламат сезон еді ғой. Әр ойын кәдімгі той еді ғой, той, шоу. Енді шоу ғой, мысалы футболға демалу үшін бармасақ басқа не үшін керек ол футбол? Сонша ақша құртып жабасаған дұрыс қой. Жанкүйерлерді айтса, кәдімгі айқайлаған кезде сені не деген айқай, не деген сол шуға үйреніп қалған еді, таға бергендерін тепкен доптары кіріп, биыл сол атмосферада жетіспеді, сол командалық ойында жетіспеді. Блогерлерге беріп, ақшасын сәл давай. Енді Ордабасы жабық команда ғой. 4-5 блогер шығып алып, міне біз баратырмыз деп бәрін шақырса келеді ғой, по-любому сол артына. Бір-екі амбассадор дайындап. Енді халық жинауға болады. Соңғы ойындарға амбассадор жаңағы Арман Пірмановтар сөйтіп Ордабасыны шақырып жүрді ғой, енді бірақ бәрібір биыл жанкүйерлер соңғы ойындарда мүлдем аз болды, санаулы адамдар. Мен де бармай қойдым соңғы ойындарына. Оның бәрі результат біріншіден, екіншіден атмосфера жоқ, Еврокубок, кубок, Лига кубок. Бәрден ұшып кетті ғой. Соның бәрін не үшін? Соның бәрін жаңағы конференция лигасына, осы мысал үшін Ордабасы Петрокубты біз жеңеміз деп жаңағы неге виза жасатып қойған ғой. Бізден кейін кім еді түсетін Петрокубтан кейін? Соларға барамыз деп виза ашып қойған. Виза ашып дайындап қойған ғой, Петрокубты қалпақпен ұрып аламыз деп ойлаған ғой. Енді қара, енді виза күйді дейсіз ғой. Виза күйді, нәтиже осыған алып келді. Енді мынау Александр жаңағы Александр ме еді? Андрей Мартин мырзаны алып келді. Енді күтеміз. Әлі Ордабасы ешқандай трансфер жасаған жоқ. Келер жылдың мынау қаңтар айы болмаса қай кезде кететінін де білмедім жаңағы оқу жаттығуға. Енді бірақ 10-нан бастап олар қимылдай бастайды ғой. Енді бюджеті де белгісіз болып тұр ғой бұл жерде. Әлі бюджеттерін бекітпеген. Ары кетсе сол қаңтар айының ортасында қимылдайды ғой. Турцияға бара ма, Біріккен Араб Әмірліктері. Бізде биік не бар ғой? Комплекс ба? Комплекс, мен енді шашаламын ғой. Сояққа мені шақырды. Бір тренердің, атын айтпай қойын. Бір тренердің шашын алып беруге. Ол тренер, нормальный тренер, Қазақстанда бәрі. Футбол көретін адам, оны таниды ол тренерді. Соның шашын алуға бардым, сонымен сөйлесіп отырмын. И сол қолында ученик болып жүрген балдар шақырды мен. Тренердің шашын. Тренердің шашын алып берші деп. И бардым, сөйлестім. И анда тренер ашық сөйлесіп отыр, мен бәрін айтып береді, анау мынау. И мен білмейтінем ол тренерді танымаймын. И ана балаға звондаймын мен. Сол футболистке. Мынау кім өзі, қандай тренер? Сен қарасай Википедияға деді. Қарап көрсем, действительно мықты анау. Кейін неге ешқандай клуб алмайды онда десем, брат дейді, бұл кісіні алса дейді, бұл кісі ішкі кухняны ашып тастайды. Кім не жеп жатыр, кім не істеп жатыр, бәрін құртады бұл дейді. Бәрі сол үшін көп клубтар қорқады бұны әкелуге дейді. Коррупция болып жатыр ма, не болып жатыр ма? Типа клубты оған бересің, тек ол істейді. Бұл сен оның жұмысына араласпайсың. Сол айдені берсең ғана ол барады дейді. Сол үшін көп нелер алмайды дейді. Шетелде де істеп келген ол. Германияда ойнап келген екен өзі футбол. Кезінде. И мен таңғалдым, мынандай кісі әшейін бос жүрғаннан кейін ол бір айға келдім деді. Бірдеңені көрсету үшін келдім деді. 2 рет бардым мен шақырды шашалы. Бір айда сөйлесіп, андай айтып беріп отырды. И сондай адамдар бос жүргеннен кейін анау Молдовадан әкелесің бе? Жаңа бұл жерде батыстың, жалпы батыстың өздерінің ұстанымдары сондай ғой. Европадағы тренерлер өзі шешеді. Мысалы өткенде бізде айқай болды ғой. Александр Седнев мырза ешқандай ойыншы таңдамайды екен.
оған әкеп береді, мінекей сен мынаны ойнатасың дейді, болды. Ал енді жаңағы батыстағы, Европадағы тренерлер олар өздері таңдап алады. Маған осындай ойыншы керек, мынау керек деп. Енді біздің қара, біз енді басшылықтың бәрі ауысты ғой. Команданың президент ауысты, анау ауысты, мынау ауысты. Ендігі мынау Асхат Сейсенбек мырза өткенде мысалы үшін Бразилияға барып жаңағы академиялармен жаңағыдай меморандумға отырып жатыр. Енді ойлаймын, тренерге өзің таңда деп сондай бір не беретін шығар, мүмкіншілік. Өйткені мен ойлаймын, Ордабасының ішінде жемқорлық менімше жоқ деп ойлаймын. Енді бұрында болса болған шығар, өйткені мынау қазіргі қала басшысының мен позициясын білем. Ол кісі жемқорлыққа өте қарсы. Сол себепті мен ойлаймын, жаңағыдай бұрынғыдай жасыру болмайды деп ойлаймын. Бұрында енді білесің ғой, енді командада соншама үлкен айлыққа отырмаған ойыншылардың бәрі, ол білесің, айлығы былай бар. Мен шашалам, маған футболшылар келеді, и маған системасын айтып береді. Осындай, неге шетелден әкелесіңдер деймін. Мен Қазақстан футболының бір аңызы, мен өзім жақын қарым-қатынастамын. Ол кісі де маған осы Қазақстан футболы жайлы айтады. Сондай системаларды. Енді мүмкін жаңа Қазақстан, жаңа футбол федерациямыздың басшылары ауысып жатыр. Кеше жаңағы кім еді, Омаров мырза келді ғой. Марат Омаров еді. Енді может коррупцияға алып тастайтын шығар. Одан кейін депутаттарымызды айқайлап жатыр ғой. Легионерлерге ақша төлемейміз деп. Бәрі шықты ғой. Бірақ енді Шымкент, жалпы Қазақстан футбол легионерлерсіз өледі ғой. Өйткені қазір футболымыздың өзі оңып тұрған шамалы. Кешегі кім еді, анау Черчесов деген мырза келгелі Қазақстан әлі гол соққан жоқ. Қашан соғатын қаншама ойын болды, ұтылып жатырмыз. Енді сборныйды қоя тұрайық, өзіміздің Ордабасыға оралатын болсақ, Ордабасы командасы енді келесі жылға жаңағы стадионымызды жөндеп, бір соны өзі бір қуаныш болайын деп тұр. Енді ішінде қайтадан жаңағы жанкүйерлердің сенімінен кіріп, қайтадан сол жанкүйерлерді жинасақ деп өзім ойлаймын. Жинау қиын емес қой, адам көп қой. Футбол мерекесі де, ол мереке деген демалу керек. Былтырғы осы Сабыр екеуміз Ордабасының несіне бардық қой, біз жаңағы чемпион болатын ойынына алдын ала дайындалдық. Мысалы үшін жаңағы мен банер жасаттым, мен одан кейін файр алып, кәдімгі мереке да, мерекеге дайындалып бардық. Сол кезде келген жанкүйерлердің санын көрсең, стадионға сыймай қалды. Қазір сол мереке жоқ, қазір барасың, өзіңнен өзің әңгіме қылып отырасың, неге отыр, жағдай қалай. Көрдім ғой, мен ойын ойнап отыр ғой балдар стадионда. Мен өзім көріп отырмын футбол стадионда. Ұйқым келіп отыр. Стадионда отырым, атмосфера зор, отырым, ұйқым келіп отыр да. Ол сағат түн 1-де емес да, сағат 9-да, 8-де бар атқан. Енді өзің Европа көрген жігітсің ғой, ол жақта мысалы Германияда футбол деген ояқта мереке. Мереке, білесің, мысалы, Бавария ойнайтын күн, біз көшеге шығатын ек, уже, бүгін Бавария ойнайды деген любой адам біледі. Потому что көшеге шығасыз, бәрі шарф, обязательно. Формасы болмаса да шарф бар бәрінде. Андай киіп жүріп. Енді мен биыл қараңыз, мен Ордабасы командасын биыл жаңағы соған қасында жақын жүрген жігіттердің көбісіне шығып, мына Ордабасы командасының жейдесін аламадым. Өйткені оригинал жейдесі жоқ, мынау Қытайда дайындалған жейде, бұл енді бұның өзі табылмай қалды кейін. Ал енді келер жылға мысалы жаңағы Пумамен жаңағы келісімшартқа отырыпты. Ордабасы командасы мүмкін жейделер сататын шығар. Жейделерді сатқанда ол жерде Қажымұқан стадионының қасынан арнайы бір жер қарастырылып жатыр екен. Сол жерде фаншоп дейміз ғой. Тек Пуманың Ордабасының жаңағы формасы, шарфы. Жоқ, қанша қымбат болса да, 100 мың болса да, мысалы үшін жанкүйерлер алады. Мен мысалы өзім барып алар едім. Енді ол жерде кәдімгі Пумамен договорға отырыпты Ордабасы. Келісімшартқа отырған, енді соны фаншоп қылып ашып, Қажымұқан стадионының жанынан деп жатыр. Енді сол жерден фаншоп ашылса, қанша теңге болса да біз барып аламыз. Біз екеуміз не істеттік, анау Толстовкіға алдына жаңағы Шымкенттің Қызғалтағы бар ғой, соны істетіп, қандай не қылдық өз алдын ала заказ бердік, Алдын ала заказ беріп істедік. Ол фаншоп жоқ та, мысалы Ордабасыда бізде мына формалар жаңағыдай Қытай
мындай Ордабасы деген жазуу жоқ, просто мынау тұрған мынау, иә, осы екі қызылды алдына қойдырдық та. Енді ол ясно, что Шымкент. Біз соны киіп Астанаға бардық. Анау Астананың былтыр кубокте тобылдан ұтылып қалған ойынымыз болды ғой. Сол кезде біз киіп бардық, специально, что Шымкент екені білініп тұрсын деп. Ал өйткені басқа бір жаңағы спортивкасын бір нәрсесін киейін десең жоқ, сатылымда жоқ ол. Бірақ өткенде көрдім, Елімай командасы сондай оригинал өздерінің жилелерін сатылымға қойған. Мысалы, ол жақта жақсы жұмыс жасаған. Биыл Елімай командасы сондай не жөнінен, ұйымдастыру жөнінен бірінші орын алды. Елімай командасы. Мысалы, Елімай деген былтыр ғана бірінші лигада ойнап жүрген команда ғой. Биыл жаңағы премьер-лигаға шығып, стадиондар толып отырды. Бірақ енді олардың стадионы 8 адам сияды. Соны біз толамыз деп айқайлайды. Біз де жарты адам болып барған өзінде біз 8 мың отырамыз ғой. Біз анау 20 мыңдық стадион толтырып отқан қаламыз ғой негізі. Енді жаңағы, мынау енді қазіргі Ордабасының жаңа басшысы Сейсенбек мырзаның жасап жатқан жұмыстары кішкене көңілді жаңағыдай жібітеді, жылтады жаңағыдай команданың жаңағыдай фан-шоп асып, жаңағы жиделер сатылып, жаңағыдай келісімшартқа тұрып жатыр, меморандумға тұрып жатыр. Енді ары қарай команданы жақсылап жасақтап берсе деген ой ғой енді. Бәрі енді осы халық Шымкент қаласының жаңағы тұрғындар үшін жасалынатын нәрсе ғой енді. Білесің, бізде Шымкентте өзі баратын жеріміз де аз, бір қыдыратын жаңағы анау медеу деген сияқты нәрселеріміз жоқ. Мысалы, анау Түркістандағыдай Ахмет Яссауи сияқты кесенеміз жоқ. Сол баратын жеріміз сол стадион болса деп ойлаймын да. Көрші алып жатыр ма? Тоқтап қалған жоқ па? Жоқ, 32 минут. Тағы. Қызғалдақ дегеніңізге мен ойлап қалам да арасында. Неге Шымкенттің символы қызғалдақ, қызыл, иә? Неге біздің формамыз ақ и көк? Соны андай ауыстыру деген мәселені бүйтіп ақ көктер деп айтады ғой негізі бізде енді. Бұл енді мынау қызғалдақ мегаполис болғаннан кейін болды ғой бұл. Иә, енді соны ауыстырып. Шымкенттің эмблемасы басқаша еді ғой. Мегаполис болғаннан кейін осы эмблеманы жаңағы бекітіп, осы эмблемаға өтті. Барлық қандай? Барлық жерден ақ көктер болып үйреніп қалғанбыз ғой. Қызылға ауысып кете алмаймыз ғой. Мысалы, бізде қызылды Қайсар киеді, қасқырлар. Ақтөбе киеді. Мысалы үшін сары форма, анау Дортмундтың формасына ұқсайтын Қайрат киеді. Жоқ, просто енді біздікі андай Шымкент дегенде мен көз алдыма всегда қызғалдақ келеді. Қаланың қай бұрышына кіріп келсең, қызғалдақтың символы тұр да. И негізі біздікі болу керек та анау қызыл деп ойлаймын мен, негізі білмеймін енді. Енді Ордабасының тарихы құрылғалы ақ көк болғаннан кейін ауыстыруда бірдестен ол қиын болатын шығар енді. Жаңағыдай Қайсарда бар қызыл форма, Ақтөбеде бар. Ертең Ақтөбенің жанкүйерлері шығады, оны ауыстырып жіберсе бізге қарап өсіп жатыр деген сияқты. Онсыз да жанкүйерлері аз нәрсе айтпайды біз туралы. Сол ақ көк болып қала бергеніміз дұрыс қой негізі. Сол, рахмет. Бұны Ордабасын айтсақ сөз көп, оны бәрі айтып жатыр, біз де айтып жатырмыз, енді білмейміз енді. Ішінде коррупция жоқ дегеніңізге мен вообще сенбеймін оған. Мысалы, жаңа басшы ауысты ғой. Осы Асқар Сейсенбек келгелі, Сейсенбек мырза келгелі, Асқар Сейсенбек мырза келгелі. Дембо Дарбо мысалға қаншама ақшалады. Ол кісімен амалдап жүріп, келісімшартын бұзып, басқа клубқа ауыстырды жіберді, Әзербайжан клубына. Сол сияқты қаншама футболшылармен келісімшарттарын түзетіп жатыр дейді. Мысалы, сондай кәдімгі өзінің істеп жатқан жұмысын көрсетіп жасап жатыр да, сол жағынан. Енді мысалы бүгін ғана шықты мәлімет, жаңағы инсайдер дейміз ба, енді жаңағы Аладоп несінде жазылыпты. Асхат пен Бауыржан Исламхан екеуі командадан кетуге жақын деп жазған да. Ең көп айлық алатындар. Олардың енді жалақылары енді көп қой, енді кезінде өздері жаңағы келісімшарт жасап
тұрған келісімшартқа енді мынау мен просто коррупция жоқ деген сөзді мен неге сүйеніп айтамын, мен просто қазіргі қаламыздың басшысының өзінің алға қойған сондай мақсаты бар да. Мынау Шымкенттің барлығы мына құрылыс саласы болсын, басқа да салалардың өзі құрылысшы болғаннан кейін жалпы бізде Шымкентте коррупцияны бірте-бірте тиіп тастады. Мысалы қазір бұрынғыдай жаңағы не жоқ, мысалы үшін өтіп жатқан әрбір жаңа конкурстардың бәрі ашық, жаңағы адал өтіп жатыр деп айтуға толық болады, 100% айтуға болады. Енді команданың ішінде де сондай атмосфера бар деп ойлаймын, өйткені қаламыздың басшысы, өйткені клубқа тікелей қатысы бар, өйткені ақшаны бөлетін сол кісі. Сол кісі кімді тағайындады жаңа президентті. Сол себепті мен коррупция жоқ деп өзім ойлаймын.